Ақтаудағы пальмалар бар ғой. Сол пальмаларды тұрғындар жұлмалап, сындырып тастапты. Тұрғындар емес, вандалдар деген дұрыс шығар. Түсініксіз. Қала көркін ашып тұр, Майамиге ұқсайды деп демалатын адамдар көп барады. Не себеп? Маған әңгіме айтып тұрсың ба? Бергелі. Ешкімге тиіспейді, артық әңгіме айтпайды. Пальманы сындырудың не қажеті бар? Жалпы Ақтауда 50-ге шақты пальма бар, оның барлығына әкімдік жауап береді. Демек, сынғанды бізбен сіздің ақшамыздан жөндейді. Бұл бірінші рет орын алып тұрған жоқ. 2018 жылдан бері жыл сайын вандалдар пальманың мазасын алады. Бірінші, екінші, үшінші жағдай айта берсең көп. Әр пальмаға өзінің камерасын іліп қою керек сияқты. Бұл пластик. Қанша сілкісең де кокос құламайды. Бізбен сіздің мүлкімізге оқыппен қарайықшы.